жылайды, жанады, күйеді, қиналады, дұға қылады, дұғасы жетпейді, періштелерден сұрайды, періштелер оған араша түспейді. Не істерін білмеген екен, дозақтағылар айтады екен. Осы бір адамдар дозақтан құтылып кетті, сол мұсылмандар біз өмірде менсінбеген едік. Соларды көруші еді дейді. Әжази ана деп атқаны, оларды көруші едік, Құдайдан қорқып жылаушы еді. Құдайдан қорқып жалбарынушы еді. Сол жылағандар үшін Аллах Тағала оларды дозақтан құтқарып қойды. Біз енді дозақта онда жылайықшы дейді. Мүмкін сол мұсылмандар құтылып жәннатқа кірген сияқты, бізге де сол бір Аллахтың мейірімі түсіп қала ма, дозақта жыласақ дейді, жылайды. Бірақ ештеңе болмайды. Жылап жатыр, өкіріп жатыр. Дозақта жылаған пайдасы жоқ қой, өмірде жыламаған екен. Сосын тұрады да олар шықпаған екен. Олар енді екінші нәрсе қылушы еді. Оларға біз көптеген қиындық жасаған едік. Бірақ олар сабырлық қылушы еді. Сабыр қылайық дейді. Сабарына деп келеді. Сабыр қылады, ештеңе шықпайды. Енді күйген жерін айқайламауға тырысып көрді, бірақ шыдай алмайды ғой бәрі. Пайда шықпайды. Сонда дүниедегі сабырлық ертең нәтиже береді. Сонда жаңағы періштелер қарсы алған кезде айтатын сөзі саламун алейкум бима сабартум, сендерге Аллахтан тыныштық болсын, сабырлық қылғандықтарың үшін дейді. Бекерден бекер сабыр түбі сары алтын деп бекер айтпағанда. Ал енді сол періштелер осы сабыр қылғандарың деп жәннатқа кіргізгеннен кейін, жәннатқа адам кіргеннен кейін айтатын бір дұғасы болады екен да, жәннатқа кіргендердің. Алхамдулиллахиллади азхаба аннил хазан. Алла, барлық мақтау саған болсын, бізден осы уайымды кетіргенің үшін дейткен да. Осы, бұны енді мантуқул аят деп қояды, аяттың тікелей айтып тұрғаны. Аят не айтып тұр? Жәннатқа кірген кезде, жәннатқа лайықты болған адамдар, сөйтіп жәннаттың топырағын екі аяғымен басып тұрған кездегі, жәннаттың жұпарын тұмсығымен иіскеп, көкірегін керіп, көзімен көріп, қақпасынан кірген кездегі айтқан сөзі Алхамдулилlah, Аллахқа мақтау болсын, аллади, сондай Аллах Тағала не деп кетті? Азхаба аннал хазан, бізден кетірді хазан, уайымды деп айтады дейді, жәннатқа кірген адамдар. Бұны мантуқул аят дейді, аяттың айтып тұрған. Енді мафхумул аяттан алынатын мағына деген бар. Не дейді? Мұсылманның дозақтан деген қорқынышы жәннаттың топырағын аяғымен басқанша көк жүрегінен кетпейді дейді. Сол кезде бар болды. Енді ғана құтылдым деп айтады екен да. Оған дейін Алла біледі. Кітап оң қолынан берілсе де, сират көпірінен өтсе де. Оның бәрі бірінен соң өтеді, бірақ бір қуанады, бірақ қайттан қайғырады. Қуанады, қайттан сөйтіп барып, ол бір қуаныш келеді де кетеді, келеді де кетеді. Омар ибн Хаттабқа, Абу Бакр Сиддиқ, Осман ибн Аффан, Али ибн Аби Талибке, Абдурахман ибн Ауфқа, пайғамбарымыз 10 сахабаға жәннаттық